Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бір жасағаннан мінсіз шығатын блинны пісірамыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыздар болғаны, взбивать етпейміз, тек араластырамыз біркелкі болғанша. Үстінен сүтіміздің жартысынан сәл көбірегін құямыз. Одан кейін ұнымызды түгелімен салып алып, араластырамыз. Бұл кезде венчикпен араластырған қиын болады, қасықпен араластырып алсаңыздар болады. Сүттің үстінен ұн салып отырып араластырсақ, бізде комочек өте көп болады және оның кетіру қиынға соғады. Сондықтан ұнды салып алып, үстінен аз-аздан сүт құйып отырсаңыздар ыңғайлы. Сүтімізді дәл осылай аз-аздан құйып отырып толығымен қосамыз. Комочектарының бәрін кетіруге тырысамыз. Негізі жақсылап араластырсаңыздар кетеді. Сүттеріңізді толығымен құйып, жақсылап араластырып болғаннан кейін массамыздың үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып араластырамыз. Және ең соңында сұйық майды құйып жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің массамыз дайын болады, сұйық, өте әдемі болып шығады. Енді осы массамызды қызып тұрған табаны біріншісін пісірген кезде майлаймыз. Соған барынша жұқалап құйыңыздар. Одан кейін майлаудың қажеті жоқ. Әр жағын 20-30 секундтан пісіріп аламыз. Бірінші блиныларыңыз сәл шықпай жатса мұңаймаңыздар. Ол сіздердің табаларыңыз қызып бір температураға түсіп алғаннан кейін келесі блиныларыңыз міндетті түрде шығады. Дәл осылай барлығын пісірасыздар, сіздерде осы көрсетілген ингредиенттен 13-15 блины шығады. Блиныларымыз дайын, ішіне тәтті де тәтті емес те кез келген салма салсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.